Баршаңызға сәлем, құрметті оқушылар. 9 сыныптың химиясы 493 БЖБ жұмысы. оттекті және азотты қосылыстар бөлімі бойынша БЖБ жұмысын бірге орындайық. Бірінші тапсырма: адамдар қолданатын спирттердің бірі этанол. Этанолды алуды әдістерін атап, сәйкес реакция теңдеулерін жазыңыз дейді. Бұл жерде бірінші әдісіміз этанолды алуда, ол бізде глюкозаны спирттік ашуы деп аталады. Яғни бірінші әдісіміз глюкозаның спирттік ашуы деп аталады. Реакция теңдеуі С6H12O6 ыдырайды. Сол кезде спирт алынады және көмірқышқыл газы бөлініп шығады. Ал енді екінші әдісіміз ол алкенді гидратациялау деп аталады. Реакция теңдеуіне келетін болсақ, этиленді сумен әрекеттестіретін болсақ, этанолды ала аламыз. Келесі Б бөлімі этанол мен метан қышқылы әрекеттесу реакция теңдеуін жазыңыз деп жатыр. Міне біз реакция теңдеуін жазып қойдық. С2H5OH-қа, яғни этанолға метан қышқылын қосып, жаңа өнім алдық. Осы түзілген өнімнің атауы бізде этил формиат деп аталады. Және келесі сұрақтың жауабы: қандай заттар қосылады деп жатыр? Бізде ол кезде қышқыл қосылады. Міне осылай жауап беріп, бірінші бөлімді, бірінші тапсырманы аяқтадық. Енді келесі екінші тапсырма. Төмендегі реакция өнімдерінің А және Б құрылымдық формуласын жазыңыз дейді. Яғни бізге осы спиртқа калий 2 хром 2 O7-ні қосатын болсақ, қандай А заты, қандай Б заты түзілетіндігін тауып, соның құрылымдық формуласын жазу керекпіз. Бұл жерде А заты альдегид болады. Міне оның құрылымдық формуласы CH3, міне CH-тың өзін жазсақ, CH2 бесеу дейді. Міне бесеуін қойып, және бесіншісі альдегидтің формасымен аяқталады. Ал енді Б затымыз ол бізде қышқыл, карбон қышқылы. Яғни тотықтырған кезде бірінші өнім альдегид алынып, тағы да тотықтыратын болсақ, карбон қышқылына айналады. Ары қарай үшінші тапсырма: ақуыздар табиғи полимер. Ақуыздардың мономерлері амин қышқылдары. Төменде амин қышқылдарының глицин, аланин және валиннің құрылымдық формулалары берілген. Енді осыларды біз не істейміз? Әрекеттестіріп, трипептидтің жоғарыда берілген амин қышқылдарының трипептидтің түзілу реакциясын теңдеуін жазыңыз дейді, және түзілген пептидтік байланысты көрсетіңіз деп жатыр. Яғни мына жерде бізге 3 амин қышқылы берілген, осыны пептидтік байланыспен байланыстырамыз. Ол үшін де бұл жерде пептидтік байланыс деп отырғанымыз не нәрсе? СО мен NH-тың байланысы. СО мен NH-тың байланысы ол бізде пептидтік байланыс деп аталады. Пептидтік байланыс көрсетіңіз деп жатыр. Мынау бізде міне пептидтік байланыс болып табылады. 3 амин қышқылы көрсетілген. Сол кезде міне жерде бастап жазамыз. H2N, CH2, СО деп мына жердегі OH-тың орнына не істеп жатыр? Келесі амин қышқылы келіп орналасып жатыр. NH деп орналасып жатыр. Дәл солайша бізде түзілген өнімді атайтын болсақ, бастапқы әріптерін аламыз. Глицин, аланин, валин болғандықтан бұл затын бізде глиаловаль деп аталады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Пептидтік байланыс көрсетілсе, міне СО-NH байланысы, міне мына байланыс бізде пептидтік байланыс деп аталады. Келесі бізде 4-ші тапсырма: кеседе карбон қышқылдарының бірінші 5 гомологтық қатарының мүшелерінің мәліметтері көрсетілген. Осы жерден пентан қышқылын жазу керекпіз. Пентан қышқылының формуласы С4H9SOH болады. Салыстырмалы молекулалық массасы 102, балқу температурасы -34,5, ал қайнау температурасы 186 болады. Енді бізге айтатын
кентан қышқылының болғау температурасы қайнау температурасы болжау неліктен оған кейін түсіндіріңіз дейді. Себебі молекулалық массасы артқан сайын болғау температурасы төмендеп, қайнау температурасы артады. Өсімдіктерден бөлініп шығатын түрлі заттардың құрамында көміртектің массалық үлесі 40%, сутектің массалық үлесі 6,7%, оттектің массалық үлесі 53,3% болатын белгілі. Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 2,7-ге тең органикалық қышқылдың эмпирикалық және молекулалық формуласын анықтаңыз дейді. Келесі бұл тапсырмада анықтаған қышқыл магний оксидіне әрекеттеседі. Реакция теңдеуінің құрамы және нәтижесін түрі атаңыз дейді. Келесі да бұл тапсырмадағы қышқылды этил этонатқа қалай айналдыруға болатынын сипаттаңыз. Осы өз жауабыңызды реакция теңдеуімен дәлелдеңіз дейді. Міне енді 4-ші тапсырманың жауабын сіздерге мына жерге қойып қойдым. Бізге берілген жазып қойдым. Массалық үлестері белгісіз затымыздың және ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 2,07-ге тең екен. Енді қандай органикалық затты соны табуымыз керек, X, H, Y, O, Z деп қойдым. Осы формуланы табуымыз керек. Ең әуелі затымыздың молекулалық массасын естіп алайық. Ол молекулалық массасы салыстырмалылығы ауамен деп тұр, сондықтан да біз 2,07-ні 29-ға көбейтіп аламыз. Сонда 60 шықты. Яғни белгісіз затымыздың молекулалық массасы ол 60-қа тең екендігі белгілі болды. Әрмен қарай мына жерде берілген массалық үлестер арқылы эмпирикалық формуласын тауып аламыз. Ол ішінде 40% деп тұр ғой, соның көміртектің атомдық массасына 12-ге бөлеміз. 6,7-ні 1-ге, 53,3-ті 16-ға бөлеміз. Сол уақытта 3,33, 6,7, 3,33 шықты. Барлығында ең кіші санға бөліп тастаймыз. Бұл жерде ең кішісі 3,33 саны бөлетін болсақ, 1-дің 2-ге біздің 1-ге қатынасы шығады. Міне осы көрсетілген 1, 2, 1 деген қатынастар ол эмпирикалық формула болып табылады. Әрмен қарай n-ді табамыз. Ол үшін затымыздың молекулалық массасын эмпирикалық формуланың молекулалық массасына бөлеміз. Затымыз біздің молекулалық массасы 60 шықты ғой, 60-ты енді 30-ға бөлеміз. 30 деп отқанымыз мынау CH2O. Бағана болды, ол көміртек біреу болды, сутек екеу болды, оттек біреу болды, сонда CH2O болып тұр эмпирикалық формула. Енді оның молекулалық массасы 30-ға тең болды. Сонда n дегеніміз 2-ге тең екен. Сонда эмпирикалық формуланы 2-ге көбейтеміз. Сонда қатынастары 2, 4, 2 болып өзгерді. Сонда бұл деп отырғанымыз көміртек екеу, сутек 4-еу, оттек екеу бар деген мағынаны білдіреді. Сонда бұл жердегі біздің белгісіз затымыз сірке қышқылы болып тұр. CH3COOH формуласы. Молекулалық массасын есептеп қарайтын болсақ 60-қа тең. Енді осы келесі С бөлімінің жауабына көшеміз. Осы аталған Б заты деп тұр. Б заты бізде сірке қышқылы. Магний оксидімен әрекеттестіретін болсақ, магний ацетаты түзіледі. Міне CH3CO 2 еселенген магний. Магний бізде 2 валентті, ал қышқылдың қалдығы 1 валент. Сондықтан да жақшаға алып 2-ні қоямыз. Осы реакцияны теңестіру үшін сірке қышқылының алдына 2-ні қойдық. Келесі Д бөлімі алынған Б затынан этил этонат алу керек. Сонда сірке қышқылына этил спиртін қосамыз. Сол кезде CH3CO сутектің орнына C2H5 деген қышқыл қалдығы, спирттің қалдығы келеді. Сонда CH3CO C2H5 деген затымыз біздің этил этонат деп аталады екен. Бізде еще 5-ші тапсырма бар, 5-ші тапсырма төменде кестеде макромолекулалар туралы ақпараттар берілген. Қандай тұжырымдардың триадасы дұрыс дейді. Бұл жерде дұрыс жауабы Д жауап болады. Бірінші жағдайда және үшінші жағдайда анықтамаларды бізде дұрыс болып есептеледі. Сондықтан да жауабы Д жауабы 1 және үшінші жағдайларда дұрыс ақпараттар берілген. Міне достар, осымен бұл жұмыс аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік.